Екіншіден былай отырамыз, қараңыз. Былай отырасыздар, міне, мына балтырды. Соң кейін инсульт алған адамдар былай емдеген жас. Мына инсульт неге бағынады? Аяққа бағынады. Былай. Егер адам мысалы мынау былай ет, мынау былай ете алмаса, яғни адам инсульт алып қалды деген сөз. Қалай? Екі аяқ былай синхронды қозғалтасыңдар, мысалы бір аяқ былай етсе, мынау қай жақ аяқ қозғалса, сол жағынан біреуде сосуд, біреуі жүректен или инсульт, или сосудистый проблема бар деген сөз. Былай екеуі бірдей қозғалу керек. Соң кейін варикоз бар адамдар былай етеді, аяқтан. Міне. Осылай етеді. Соң кейін барып осыдан кейін алақанды қояды. Алақанды қара, мынада бәрі нүкте бар, былай қояды да, 1 минутта, соң кейін былай қояды. Соң кейін барып, мынадан тұрғаннан кейін адам уже мына екі частын қосылып, енді соң отырады мынаған. Маған былай мына келеді, өйткені мына жерде меридиан бар. Біреуде былай ол дұрыс емес. Міне былай мына былшық ет тию керек міне. Соң былай айтқан кезде қараңыз, соң ер адамдарға былай отыру керек міне, атқа мінгенде. Мына екі аяқ былай тартады да, или мен былай екен қараңыздар. Міне. Мынау атқа мінген сияқты. Яғни не, қуық безін ретеді, аданома простат емделеді деген сөз. Біз соған көп көне білмейміз. Мына былай етесің, яғни қуық безі қозғалады. Яғни сіз аданома простаттың бәрі қашып кетесіз. Соған былай еткеннен кейін, былай тұрасыздар. Мынаған былай тұрасыздар да, тіркедесіз, соң қол былай етесіздер. Мынаған былай етіп, созу көретін. Омыртқа созу көретін. Нагрузка жасамайды. Соң былай етесіздер, міне, бел омыртқа. Екі ой. Мына бел, бүкіл, яғни сіз бір сетпен бүкіл гимнастика упражнение бәрін жасайсыз. Соны былай тұрыз қарып қол. Мына екітті міне. Яғни біреу былай жүреді ғой, мына гарапатасы кетеді. Түсіндің ғой, ә? Мына екітті былай қосылыр.